Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін жаратылыстану сабағы. Сабақтың тақырыбы дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады. Оқу мақсаттары: 2, 5, 3, 1. Дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу. 2, 1, 2, 2. Бақылаудың басты белгілерін анықтау. Бағалау критерийлері. Бірінші, музыкалық аспаптардың дыбыстарын тыңдайды. Екінші, музыкалық аспаптардың айырмашылығын ажыратады. Үшінші, дыбыс қаттылығы қалай өзгеретінін біледі. Ең алдымен балалар, мен сендерге қызықты бейнежазба көрсеткім келіп тұр. Кәне, бәріміз назарымызды осы бейнежазбаға аударайық. Музыкалық аспаптар латын тілінде: домбыра, скрипка, сыбызғы, дауылпаз, қобыз, фортепиано, орган, саксофон, гитара, труба, музыка адам жанын жақындатып, жандатуға тиіс. Балалар, сендерге бейнежазба ұнады ма? Ендеше, әуезді әуендер әдісі арқылы сұрақтарға жауап берейік. Бұл музыкалық аспаптардың қандай ортақ қасиеті бар деп ойлайсыңдар? Ал қандай айырмашылығы бар? Олардың дыбысы туралы не айтуға болады? Бұл сұраққа жауабын маған хабарлама ретінде қалдырасыңдар. Ендеше, бүгінгі сабақта не жайлы әңгіме өрбітеміз? Бүгінгі сабағымыз балалар музыкалық аспаптардың дыбысы туралы болмақ. Келесі тапсырмамызды орындайық. Суретке назар аударайық. Бұл суретте сендер қандай аспаптарды көріп отырсыңдар? Бұл аспаптар туралы не білесіңдер? Аспаптардың қайсысы басқаларына қарағанда бәсеңірек дыбыс шығарады? Сасырнай дыбысының қаттылығын қалай өзгертуге болады? Дабылдың ше? Домбыраның ше? Балалар, дыбыстардың барлығы бірдей бола бермейді. Оларды қаттырақ немесе бәсеңірек етіп өзгертуге болады. Дескриптор. Бірінші,
музыкалық аспаптардың дыбыстарын тыңдау арқылы ажыратады. Екінші, музыкалық аспаптардың ортақ қасиеттерін айтады. Үшінші, музыкалық аспаптардың айырмашылығын ажыратады. Келесі тапсырмамыз балалар. Суреттер сөйлейді әдісі. Заттардың дыбыстарының қаттылығы әртүрлі болады. Кейбір дыбыс көздеріне күштірек әсер етсе, дыбыс одан сайын қаттырақ шығады. Балалар, мына суреттегі аспаптар қалай аталады? Оны қай жерде көрдіңдер? Аспаптардың қандай түрлерін білесіңдер? Кім домбырада ойнай алады? Міне, осы сұрақтың жауаптарын балалар маған хабарлама ретінде қалдырасыңдар. Дескриптор. Бірінші, музыкалық аспаптардың атауын атайды. Екінші, музыкалық аспаптардың түрін атайды. Ендігі тапсырмамыз дәптермен жұмыс. Кәнеки, бәріміз алдарымыздағы дәптерді ашайық. Дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады? Суретке назар аударайық. Алдарындағы суретте әрбір бағандағы суретті дыбыстың қаттылығына байланысты 1-ден 3-ке дейін нөмірлеп, маған хабарлама ретінде қалдырыңдар. Тапсырма түсінікті ме, балалар? Ендігі келесі тапсырмамыз қызықты аспаптар деп аталады. Біздер көптеген аспаптармен таныстық. Олардың қайсысы қатты бәсен шығаратынын, бәсен дыбыс шығаратыны туралы да білдік. Ендеше, алдымыздағы кестеде сол қатты дыбыс шығаратын аспаптар мен бәсен дыбыс шығаратын аспаптарды ажыратып, жазып, маған хабарлама қалдыра аласыңдар. Жауаптарды күтемін. Дескриптор. Бірінші, музыкалық аспаптардың атын жазады. Екінші, музыкалық аспаптардың қалай дыбыс шығаратын анықтайды. Үшінші, қатты дыбыс шығаратын аспаптардың атын жазады. Төртінші, бәсен дыбыс шығаратын аспаптардың атын жазады. Келесі тапсырмамыз ол зерттеу жұмысы. Мына суретке назар аударайық. Балалар, дыбыс қаттылығын қалай өзгертуге болады? Қоңырау дыбысының қаттылығы неге байланысты болады? Міне, осы сұрақтардың жауабын маған ойланып, зерттеу жүргізіп, хабарлама арқылы жауаптарды күтемін. Есте сақтайық. Дыбыстың қаттылығы дыбысты шығаратын затқа әсер ететін күшке байланысты. Дабылды күштірек ұрсан, одан қаттырақ дыбыс шығады. Саз сырнайды күштірек үрлесен,
дыбысының қаттылығы күшейеді. Күш әлсіз болған сайын дыбыс та бәсеңірек шығады. Осыны ұмытпайық, балалар. Үйге тапсырма: дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады? 80 және 81-ші бетті түсініп оқу. Балалар, бүгінгі сабақтарда біз дыбыстармен таныстық, аспаптарды салыстырдық. Сонымен сабақта не білдік, не үйрендік? Ендеше осы сабаққа бәріміз кері байланыс жасаймыз. Дыбыс көздерін дауыс қаттылығына қарай зерттеп талдау жасай аламын. Дыбыс көздерін дауыс қаттылығына қарай ажырата аламын. Дыбыс көздерін дауыс қаттылығына қарай жіктеуді түсіндім. Осы нота арқылы белгілеп, маған жауабын хабарлама ретінде қалдырасыңдар. Осымен балалар, бүгінгі жаратылыстану пәні бойынша сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар балалар.